Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ, өте нәзік болатын коржик жасаудың жолын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіз, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Бізге ең алдымен 5 жұмыртқа керек болады. Қажетті заттардың бәрін описание бөліміне жазып кететін боламын. Видеоны соңына дейін мұқият қарасаңыздар, өте оңай жасалу жолы бір жасағаннан ақ шығатын болады. Алдымен жұмыртқамызды шағып салып аламыз. Оны жақсылап миксермен араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне бір кесе құмшекерімізді салып, екеуін бірге көпіргенше жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз бен шекерімізді араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм ұнымызды салатын боламыз. Ұнымызды салып, барлығын бірге миксермен жақсылап араластырамыз. Іртік болмау керек арасында. Барлығын болғаннан кейін соңында разлохителімізді қосатын боламыз. Разлохителді де жақсылап араластырып аламыз. Қамырымыз қою болған жақсы, сол кезде формамыз әдемі шығады. Массамыз дайын болды. Дайын болған массамызға табаға май жағып, массамызды бір қасықтан құйып шығатын боламыз. Яғни ол қою болғандықтан қолымыздың көмегімен түсіреміз. Арасын алшақ етіп қоямыз. Себебі піскен кезде бұл коржиктарымыз көтеріліп көлем беретін болады. Сол себепті арасын алшақ қоямыз. Бір-біріне жабысып қалмау керек. Коржикті табаға жайғастырып болғаннан кейін 180 градуста 30 минутқа пешке қойып аламыз. Ол қызуы өзіңіздің пешіңізге байланысты. Міне біздің коржигіміз дайын болды. Өте жұмсақ, жегенде өте тәтті болады. Балаңыз өте сүйіп жейтін болады. Жасап көріңіз. Егер де жасап жатсаңыз, комментарийға жаза кетіңіз. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Марзия.